Al endişe balalar, biz sabahımızda kanki bарлığımız mına жерге kelip, şattық şengер жасайықшы балалар. Неге? Екі топ болып, қазір сабағымызды бастайтын боламыз балалар. Екінші топтың балалары, мінекей, екі топқа бірінші топ кім келеді? Екінші топ сіздер жарайсыңдар, өте керемет балалар. Ендеше біздің оқу қандай сөз оқи ғой? Төбедегі сөз оқи ғой. Тұз. Жарайсың. Келесі. Екінші кім? Келе ғой. Ал, екінші киіз оқи ғой. Жарайсыңдар. Келесі. Мына бақ. Күн. Дауысы жарайсыз. Келесі қор. Құндыз. Күндіз. Жарайсыңдар. Ал ең соңғы. Құндыз. Келесі. Жоқ, тағы да бір айтам. Өрік десе бірінші, өрік десе екінші. Бұл қайсы әріп екенін біреу айтып берсінші. Қандай дыбыс? Дауысты дыбыс. Өз дыбысынан келетін сөздерді айтайық. Жарайсың, өгіз. Өзен. Өрік. Барлығында да өз дыбысы сөздің қай болында кездесті? Жарайсың, басында. Екінші мынау не суреттер? Өрмекші. Сөздің буынға бөлейікші балалар. 3 буын бар. 6 әріп, 6 дыбыс. Жарайсың. Керемет. Рахмет саған. Және жазба түрде жазылады. Бұл дауысты дыбыс. Себебі бұл дыбысты айтқанда өкпеде балалар кітаптағы суретке қараймыз. Ненің суретін көріп тұрсыңдар? Қыздың. Бұл Айжан. Бұл Айжан не істеп отыр? Дұрыс, өрнек тігіп отыр. Өрнек дегеніміз не? Бұл алаша, басқұр, бау және шекпен тоқу үшін екі басы қазыққа керіліп, иірілген жұп, керілген құрылғы дейді. 5 буын. 5 әріп, 5 буын. 5 әріп, 5 дыбыс бар дейсің, е? Неше дауысты дыбыс бар ендеше? 2 дауысты. 3 дауысты дыбыс бар. Жарайсың, Инава. Буынға бөле қойшы кәнекей. Өрмек. 2 буын. Жарайсың. Демек, 2 дауысты дыбыс бар. Өрнек тігіп жатыр. Өрнек тоқып жатыр. Ол қандай қыз Айжан? Айжан қандай қыз? Өнерлі қыз. Одан басқа көптеген өнерлі оқушылар. Біреусі қамшы өреті, біреуі сурет салатын. Сондай өнерлі оқушылармен танысайық. Ендеше бәріміз мұнда қарайық. Мына қараңызшы. Біз өнерлі баламыз, біз өнерпаз боламыз. Өнермен өсеміз. Көбінесе қандай балалар екен? Өнерлі. Қандай баламыз дейді? Өнерлі. Барлығында да қай дыбыстан келіп тұр балалар? Дыбысынан келіп тұр. Өте дұрыс айтасыңдар. Бірге оқимыз. Ендеше өнерлі балалар дейді. Тыңдаңдар, мен оқып берейін балалар. Өнерлі балалар дейді. Қанат боламыз. Бұл жердегі суретте нелер белгіленген, соларды тауып, дыбысты талдау жасайтын боламыз. Жарай ма? Ал кетті, қандай сурет шығады екен? Қандай
Бұлардың барлығы не деп айтамыз? Көк деді. Ендеше мына жерде қандай сөз шығады екен? Сол сөзді табатын боламыз. Кәнекей, кім келеді бірінші? Келе, болады, келе ғой. Кәне? Ал тоқтаттым. Қай дыбыс? Дұрыс тапты ма балалар? Жарайсың Аруна. Саған тобыңа 1 жұлдыз. Отыра ғой. Кім? Келе ғой Аруна, жылдам жүгіреміз. Ал Аруна екінші қай дыбыс деп ойлайсың? Ал кеттік. Дұрыс тапты ма балалар? Жарайсың. Сенің тобыңа 1 жүрек. Келесі кім шығады? Иса келе ғой. Тоқтасаш келеді. Дегенде қай дыбыс деп ойлайсың? Айландырып алайық бірінші кәне. Ал кеттік. Л дыбысы дейді. Кәне көрейік. Жарайсың Иса, сенің тобыңа да 1 жұлдыз беріледі. Келесі. Кім қадам? Кел. Келе ғой. Ал келе ғой. Одан кейін қай дыбыс болуы мүмкін? Дұрыс айтты ма балалар? Д дейді. Алтан тоқтатып көрейік ендеше. Дұрыс айтты ма? Жарайсың. Саған да тобыңа 1 жүрекше беріледі. Келесі. Келе ғой. Қай топ? Бұдан кейін қай дыбыс екен? Жарайды. Дұрыс айттың. Керемет. Саған біріне. Келесі. Саған тез шыға ғой. Тез. Қай дұрыс деп ойлайсың? Дейді. Дұрыс айтты ма? Келе ғой. Келе көмектесеміз. Кәне көмегіз Райма. Дұрыс емес екен, е? Қай дұрыс екен? Дейді. Жарайсың Инабат. Дұрыс таптың. Сағын шатасуға болмайды. Жарай ма? Сонда қандай сөздер шықты? Қандай сөздер шықты? Түнде. Жарайсыңдар балалар. Түрмен танысақ, енді жазба түрмен танысады боламыз. Кәнекей балалар, әріпін ауада жазып үйренейікші. Ауаға жазып, оң қолымызбен қаламсақты алып, дөңгелек. Төмен қарай дөңгелек. Және ортасында аяқша. Ал кәнекей жазамыз. Дыбысын жазамыз. Әрпін жазамыз. Бірге қолымыз көтереміз. Жарайсыңдар. Қазақтың ұлттық оюлары, әрі билері. Құштар мені. Жарайсыңдар балалар. Қолдан демалыма кішкене? Жарайсыңдар. Отыра қойыңдар балалар. Беремін. Осы сөздерге дыбыстық талдау жасаймыз. Білесіңдер, дыбыстар, алфавиттегі дыбыстар дауысты және дауыссыз болып екіге бөлінеді. Осыларды өйтіп айтуға болмайды. Кәнекей, өрмекші бірінші топқа, ал екінші топқа бөрік сөздері беріледі. Ендеше, келіңдер, бірінші топ. Бірінші топ, келіңдер. Қайсы бірінші топтар? Малай бірінші топ. Кәнекей, ал кәні? Ал басталды кәне. Дауысты дыбыстарды ажыратып жасап келіңдер. Қара болды. Бер, пілейді бере ғой.
Bizde qancha davousli dыбыс, qancha davossiz dыбыс bor ekan. Aytaveringlar. Ha, biroq berib turinglar. Arunaga ko'maklashib berib turinglar. Jaraysin esa, davousli dыбыс. Söyleyiniz daha. Yani? Aha, alayta qo'yinglar, qani? Durust topdimi ekan? Qani ko'ring. Üç bundan. Durust. Sizde 7 elif, 7 dıbıs var. Durust aytdinglar, kelinlar. Sabalan qurup qo'yishib qo'yish bolalar. Jaraysizlar. Ishingizga 3 to'ptaringa 3 yulduz qo'shildi. Jaraysizlar. Al 2 top kimdir kela qo'yinglar. Kela qo'yinglar 2 top. Aha, ana qo'yinglar. Tamam. Qani? Qaydırızda bastaladi? Qadasqaymiz? Buyurib, niye so'raydi ekan? Jaraysi inami? Oy, jaraysınlar balalar. Aha, yani qanday so'z bo'ldi? Ne qanday so'z chiqdi? Aha, alayta qo'yinglar, qani? Durust. Aha. Jaraysınlar, keliniz. Qani balalar, durust aytsa, qo'l boshlab qo'yamiz. Qaniki jaraysınlar, ishingizga to'ptaringa 3 yulduz aldыңдар. Jaraysınlar. Keremet. Buyruq so'zi және өрмекші сөзіндегі дауысты дыбыстарды анықтадық. Енді барлығымыз дәптерімізді ашып, мына сөздерге сөздік диктантты дәптерге жазатын боламыз. Бірінші қандай сөз екен мен айтып тұрам, сендер дәптерлеріне жазыңдар. Жұлдыз құрттағы сөздерді диктант жазамыз. Өмір. Кәдімгі жаза қойыңдар. Aha, жаза қой. Өмір. Өзен. Жарайсың, инабат. Келесі сөз. Өріс. Бір буынды және екі буынды етіп аюдың ара жиналған араның ұясына апарып қояды. Қай сөздер бір буынды сөздер, қай сөздер екі буынды сөздер. Бір буынды сөздерді бір буынға апарамыз сәйкестендіріп, екі буынды екі. Ал сендер айттыңдар, мен дұрысын айтып берейін. Аха, қандай сөздер берілген? Өр келе қой, ортаға шыға қой. Аха, ал сөйле. Дұрыс айта ғой, не деп айттың? Жарайсың, өте дұрыс таптың. Өздерінің жұлдыздары топтарына бір жұлдыз. Келесі. Қай сөздер тағы сәйкестендіреміз? Айта қой. Аха. Көмір. Дұрыс, қанша буынды сөз? 2 буынды сөз. Ал, қане ендеше барайық. Дұрыс айтты ма балалар? Жарайсың, Нұрали, келе қой. Саған тобыңа бір жұлдызша беріледі. Келесі. Инабат жүгіріп келе қой.
көше, қарағыздар сол сөз. Ұстап көшеміз бар. Неше буынды сөз? 3. Жоқ, 2. Жоқ, 2 шатасты инабат. Отыр абай. Келесі. Мен. Кел абай, жылдам. Төл, неше буынды сөз? 3. Жоқ, қайталады. Төл. Bir буынды сөз. Жарайсың, қанекей. Төл сөзі. Bir буынды сөз. Керемет. Дұрыс. Келесі кім шығады? Жылдам шығамыз. Мен. Келе қой. Қолдардан жылдыша жинаңдар. Өрнек. Өрнек 2 буынды дейді. Келесіздер ме балалар? Жарайсың, өрнек 2 буынды сөз екен. Сендердің өздерің топтарыңа бір жұмыстан кім шығады? Иса, жүгір, кел апай Иса. Bir буынды сөз дейді. Кәне көрейік. Дұрыс тапты ма? Жарайсың. Саған да бір жұлдызша беріледі. Ала ғой. Керемет балалар, өте дұрыс орындадыңдар. Балалар, сөздер 1 буынды, 2 буынды, 3 буынды, 4 буынды болып сөздер буындарға бөлінеді балалар. Ендеше сендерден қолдарыңа мынандай етіп сөздерді берейін. Сендер осылардың маған қайсы дауысты, қайсы дауыссыз екенін анықтап беріңдер. Жарай ма? Келіңдер, екі топқа 2 қағаз берем. Келе қойыңдар. Қолдарыңа қызыл және көк түсті қаламдарыңды алып, маған буындарды буындап беріңдер. Буындарды анықтап беріңдер. Буындарды анықтаймыз балалар. Арына қандай сөз берілді? Дәптер, жарайсың. Нұрали қандай сөз берілді? Астана сөзі ма? Жарайсың. Жарайсың. Керемет. Келе ғой, келесі. Аруна, жүгір, Аруна. Келесі сөзіңді оқи бер. Дәптер. 6 дыбыс 2 буын болады. Дұрыс айтасың. Келе ғой. Жүгір. Қандай сөз? Ынталы. Ынталы. Буынға бөле қойшы. Ынталы. 3 буын бар. Жарайсыңдар. Керемет. Сендердің топтарыңа да тағы бір жұлдызша беріледі. Жарайсыңдар. Келесі екінші топ болыңдар. Келіңдер. Келе қойыңдар. Қандай сөз? Торғай. Буынға бөл. Торғай. 2 буын. Жарайсың. Келесі. Неше буын бар? Буынға бөле қойшы. Қақыл 2 буын. Бар. Жарайсың. Динаға? Жарайсыңдар балалар. Өте керемет. Сөздердің барлық буындарын біліп ажырата аласыңдар. Керемет. Сендерге де бір жұлдызша топтарға беріледі. Енді бәріміз мұнда қараймыз балалар. Бүгінгі сабақта не оқып, не білдік, соны айтайық балалар. Ал кетті. Сұрақ. Төлдер сөзімен сөйлем құра. Төлдер деген сөзге сөйлем құраймыз.